Екенін білесің бе? Қылмысыңды мойындадың. Өз аузыңмен айтқаныңды сақтап қою үшін басып алдым. Бұдан кейін алдыма кесе көлденең тұратын болсаң, маған тиіссең, ара қатынасымызды бұзуға әрекет қылсаң, не істейсің? Қызырға тыңдатасың ба? Жоқ, сотқа берем. Түрмеде шірітем сені. Сосын қызырмен бақытты да баянды ғұмыр кешем. Көрде тұр. Сен маған сес көрсететіндей кім едің? Қане, мені түртіп көрші. Әуселеңді көрейін сенің. Мен сен сияқты қорыта алмайым. Сүйіктімнің жолында я өлем, я өлтірем. Тоқта! Тоқта дейм! Не істеп жатсың? Тоқта! Тоқтат! Сүйікті үлпілдек шоколад Алматы. Бауырлар, мынау отырған комитетші Невзат Шанкырының көмекшісі. Мен білмейтінімнің бәрін біліп алдым. Әрине, сендер де бірдеңе білгілерің келетін шығар. Бірақ қонағымыз ішкен дәрілер мен азаптаудың әсерінен сөз сөйлейтін халде емес. Мен бірдеңе сұрайын деп едім, Онал бей. Бірақ сөйлейтін мұршасы жоқ екен. Мүмкін сен жауап берерсің. Сұра. Менің Невзат Шакраны өлтіргенім өкіметтің бізге қарсы операциясын тоқтатуға шарамағаны ма? Мұнаның бір өзі ештеңе істей алмайтыны белгілі. Бастығы кім екен? Сен білмейсің бе? Білмеймін. Білсем, сендерге мұны өзім алып келерем. Білесің. Сен біздің әулет басымызсың. Әулет басы бәрін білуі тиіс. Білмеймін, Онал бей. Ал егер білу керек болса, анықтаймын. Мұны маған қалдырыңдар. Қалғанын өзім анықтайым. Менің бұл оңбағанмен ісім біткен жоқ.
Ісім біткен соң, өзір саған апарады. Өзірбей. Аман сау әкелсең жақсы болар еді. Менен артық анықтай алам деп ойлайсың ба, қызыр? Мен оны азаптамайым. Қоя берем. Атасына барса атасын. Көкесіне барса көкесін көремін. Ісім біткен соң хабар берем. Жиын бітті. Шыға беріңдер. Böpem dayı. Bet altı söylemiş. Gel. Asıl.
Назлы, не болды? Тоқтай тұр. Мен жедел жәрдем шақырайын. Жедел жәрдем шақыр. Басқа ешкімге айтпа. Сосын телефонды маған бер. Айшенге хабарласам. Алло. Зекерия қой топырақ көшесі. Жедел жәрдем керек. Жарайды. Көке, бірден саяжайға барсақ бекен? Невзат бей сонда шығар? Қайдан білесің? Бәлкім онда ұстап алған шығар. Көке, онда сен жібермес еді. Күлімді көкке ұшыратын еді. Мұндай жағдайда не айту керектігін өздері де білетін шығар. Өздері кінеме ғой. Қалай сөйлететінін біледі. Біздікілерге айтасың ба? Жиындағылар білгенде біздікілерден жасыран ба? Ағам саған нақты не айтты, Вербияға? Бәрін жина деді. Ілиясты да шақырды ма? Шақырмау керек бетіне. Ілияс, жаман ойлақ болма. Жақсы хабар болса, таңертең сені көргенде қайтатын еді ғой. Сені міндетті түрде келсін десе, бір сойқан болған анық. Мен де солай ойлаймын. Бірақ өз жиынды бүгін алғашқы рет басқарды. Не сойқан болуы мүмкін? Алмаған бәрібір, сойқан болсын, қырғын болсын, сүргін болсын. Біз енді қара шаңырақпыз. Егер біреу бізге сатқындық қылса, жиындағылардың бірі ағама зәредей қиянат қылса, тұзақ құрамыз дегенді айтпай-ақ қойыңдар. Өзім өлтірмесем оңбай кетейін. Бекер сөйлеме, Ильяс. Бекер емес, Вербияға. Мейлің онда. Қазір ағаң кеп не істеу керегін айтады ғой. Сол кезде көрерміз қалай сөйлегеніңді. Фахри қайда? Уағалейкум әссәлем, аға. Қазір сәлемдесетін уақыт емес. Фахри қайда? Хабарласа алмадым, Басеке. Ассаламағалейкум, Ильяс. Аға, жиында Шахин ағаға қатысты бірдеңе болды ма? Оны қайдан шығардың? Келе сала Фахриді сұрадың ғой. Мұнда жоқ болған соң сұрадым. Сен болмасаң сені де сұрар ем, Ильяс. Аға, сен неге ашуланып отырсың? Бізге де айтсаңшы. Жасырып жүргенім айтатындарымнан көп. Сондықтан қайсынан бастарымды білмей отырмын. Ай, таба. Ал Барслан, сен айтшы. Аман бол, аға. Біз қасында жүргенде ештеңе айтпаушы едің ғой. Ал Барслан мұрагер болып еді, бәрін айтыпсың. Еніште, ренжімесең тыңдайықшы енді. Менің бұрынғы қайнатам жиындағы сөздер тыңдалатынын біліп қойыпты. Онда да тыңдалшы метне. Невзат бей иттің қарғыбауына тыңдақшы орнатқан екен.